қазіргі таңда біздің қазақ кино индустриясының даму деңгейі, мен айтам, тфай-тфай, жақсы келе жатырмыз біздер. Әркім өз жанрында, әркім өз департаментінде дамып жатыр. Режиссер болсын, продюсер болсын, сценарист болсын, актерлар болсын, тағысы тағы. Тек тілеуіміз тасқа, тек дами берсін деп тілейміз. Ал шетелдік фильмдерге ұсыныстар болсын, шетелдік фильмдерге деген көзқарасымыз қазақ еліне. Қазір енді көп қызығушылық танытып жатыр. Біздің мысалы Netflix келіп кетті. Одан кейін мен айтатын едім, біздің Қазақстанда жақсы мелодрамалар дамыса, мелодрамалар, детективтер жанрындағы фильмдер, хоррор жанрындағы фильмдер тағырақ көбірек дамыса деген. Өйткені біздің елде комедия жетерліктей бар. Сондықтан мен ойлайтын едім, хоррор, детектив, мелодрама жанрлары жиірек дамыса. Мен сондай профессионалды дубляж актері емеспін, бірақ барынша мен қолымнан келгенше по возможности, конечно, я стараюсь, я делаю, мы делаем. Шахмұрат Ордабаевтың режиссерлігімен жасалған бір керемет жобалар жасалды. Ол Моана екінші бөлімі, одан кейін Аватар бірінші, екінші бөлімі. Аватар 3 фильм шығады, ол кезде жұмыс жасайтын боламыз. Маған өте қызық, бізге өте қызық деп ойлаймын. Қазақ дубляжын, қазақ дубляж индустриясын дамытуымыз керек барымызша. Және көп актерлар бар, именно дубляжға қызығушылық танытатын. Сондықтан сол актерларға, біздерге барлығымызға сәттілік, барымызша дамыта берейік өз еліміздің индустрияларының барлығын, медиадағы барлығын. Сондықтан барлықтарыңызға сәттілік тілеймін.